мен қазір саған қылқобыздың қалай орналасқан, қай жерден үн шығады, барлығын түсіндірем, иә? Оған дейін Алихан саған қылқобыздың суретін бояуға дайындап қойдым. Барып бояп берші маған, тұра ал. Барып қылқобыздың суретін бояп бер маған, иә? Ал Нұрислам, мен қасыма келіп отыршы, мен саған қобызды ұштап түсіндірем, иә? Міне, қобызға қараймыз. Бұл қобыздың мынау басы, бұл құлағы, мынау ішегі, мынау үн шығатын жері, мынау тиегі. Ал бұл қылқобыз қайың ағашынан жасалады. Ағаштан жасалады, иә? Ал мынау ішектері бұл жылқыны білесің ғой, иә балам? Осы жылқының жалынан жасалады. Қылын ше, құйрығының, жалының шашынан жасалады. Ал мынау бұл түйе жануарының терісінен жасалады. Түсіндің ғой балам, иә? Осы құлақ күйін келтіру арқылы біз қылқобыздан әдемі үндер, күйлер орындайтын боламыз. Ал мынау біздің осы қобызымыздың үнін шығаратын, екеуі бір-біріне ысу арқылы үнін шығаруға болады. Сол үшін бұл зат бізде ысқыш деп аталады. Бұл да ұстап көрші, міне, бұл да қылдан жасалған. Міне, көрдің бе? Қылдан жасалған, иә? Ал енді сен өзің ұстап көрші қылқобызды. Кет. Қылқобызды ұстаймыз. Ұстаймыз. Ал мынаны қара, былай қоя сал. Мынаны ручканы қалай ұстайсың? Ручка ұстайсың ғой, иә? Ручканы осылай ұстаймыз. Жарайсың, балам. Ал енді бір-біріне ысып көрейік. Жарайды. Осылайынан. Осылай жүрсеңіз. Міне. Көрдің бе, балам? Үні шығып жатыр, иә, қобыздың? Иә, өзің жасай. Көрдің бе, балам? Музыка арқылы біз барлық әлемді, барлық жерді тыңдатуымызға болады. Балам, сен мен тыңдап отырсың ба? Түсіндің ғой, иә? Бұл қандай аспап дедім? Қылқобыз аспабы, иә? Түсінікті ғой, иә, балам? Алихан, боядың ба, балам? Қобызды бояп отырсың ба? Қандай керемет бояп отырсың сен? Мама, сіз сияқты қобыз таққым келеді. Мен сіз қобыз, анамды үні.